Қайырлы күн, құрметті менің тыңдармандарым. Әйелі бар еркекке қор болған жастығым. Екінші бөлім. Әңгімені тыңдамас бұрын арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Ол маған бір күні екінші әйел болуымды өтінді. Үйімді, машина, жақсы жұмыс, бизнес бәрі болатынын айтты. Тек мендік бол деді. Ондай ойға қалай келісемін? Ата-анамды тірідей өлтіріп, ата-анам қызметкер адамдар. Көре алмайтын жауларына өзім аяққа салып бермекпін бе? Мен үшін ата-ана абыройы бірінші орында. Егер де ешкімім жоқ болса, махаббат үшін бәрін жасар едім. Менің жағдайымда ойланбастан жоқ деймін, әрине. Мен жұмысқа бір алыс ауылға кеттім. Ондағы ойым Даниярдан алыстап кету. 3 жыл ауылда жұмыс істедім. Жұмысқа беріліп, ұмытқандай болдым. Бірақ маған Даниярдан хат келіп тұрды. Кәдімгідей поштамен жазылатын хат. Қаншама хатты жинап жүрдім. Кейіннен бір күнде түгел өртеп жібердім. 3 жылдан соң қала орталығына қайта келдім. Жақсы жұмысқа тұрдым. Күні-түні жұмыс, бұрынғыдай емес. Даниярдың да уақыты аз. Бизнесінің қызған кезі. Менің де өз карьерам. Бірақ келіп тұрды. Бір күні әйелі босанғанын естідім. Содан бастам бірден үмітімді үздім. Біраз суыдым. Өзімше өмір сүре бастадым. Маңайыма қарай бастадым. Бұрын мән бермеген екенмін. Қаншама жігіттер бар. Қаншама жігіттер маған көз салады, сөз айтады. Бірақ шынын айтсам, бәрін Даниярмен салыстырамын. Маған енді бәрібір болып кетті. Бұрынғыдай Данияр деп өліп тұрмаймын. Ар жағым жақсы көріп тұрсам да, өзімді ұстауға тырысамын. Ол менің үйімді білетін. Кез келген уақытта келе салатын есік алдына. Бір күні достарымен кафеде жүрсем, ол кездесіп қалды. Аздап қызу. Мені далаға алып шығып, білегімнен қатты қысып, бар үйіңе қайт деді. Кетпеймін десем, төбелес ашама деп қорықтым. Кейіннен біреумен таныссам, бір жерде отырсам, қорқып отырамын. Ол мені көрсе, қасымда отырған адамға қарамай, мені өз затындай көретін еді. Ақыры мен Астанаға кетіп тындым. Оған деген махаббатым әлі өшкен емес. Бірақ адам болғансың, өз өміріңді сүру керек қой. Сағыммен қашанғы жүресің. Көзсіз махаббаттан да жалған екенсің. Астанада жүргеніме 1 жыл болғанда маған түнде телефон шалып тұр. Номеріңді қайдан тауып алғанын білмеймін. 2 жыл болғанда тағы да звондап тұр. Мен Астанаға келдім деп. Барғым келсе де кездесуге өзімнен қорықтым. Астанада емеспін, іссапармен басқа қаладамын дедім. 3 жылдан кейін тағы да хабарласты. Астанадан үй алуға келіпті. Бардым кездесуге. Бөтен адамдардаймыз. Сен баста деп іштей бір-бірімізді жүректеріміз тілдескендей. Құшағына асылғым кеп тұрса да өзімді ұстаймын. Бір-бірімізден алыстасақ та іштей қимаймыз. Екеуміз де жасанды маска киіп отырмыз. Жүрек шіркін қимайды ғой. Амал не? Жай үлкен адамдарша сөйлесіп, бұрынғыдай емес, мен де есейдім. Бәрін ақылға жеңдіруге тырысамын. Бірақ ол кеткен соң біраз уақытқа дейін сезім шырмауынан шыға алмай жүретінім рас. Бір үміт оты пайда болғандай. Біраз көрмеген соң тіршілікке араласып, біраз жүрегің саябырлағандай болады. Кейін бизнес аштым. Сол уақыттарда хабарласып, кеңес алып тұрамын. Ол бұрын айтатын еді. Сенен оқыған, жеке бір тұлға көргім келеді. Сенің қолыңнан бәрі келеді. Сен менімен жүріп, өз қатарластарыңнан ерте есейдің деп. Кейде ол маған қызып алғанда, қатты қиналғанда хабарлама жазады. Мен сенен басқа ешкім түсінбейді. Сен менің жүрегімнің түбіндесің. Ал мен қиналсам, әлі тұрмысқа шықпай жүргенім есіме түсіп, ішкі жан дүнием тулағандай оған хабарлама жазамын. Менің жастығым сенімен кетті. Бәріне сен кінәлісің. Қайдан ғана кездессің. Сен менің қолым жетпей кеткен арманымсың. Шындығында оның ештемесі кеткен жоқ. Бизнесі орында, отбасы орында, өмірі уақытымен өтіп жатыр. Жас қызды өзіне ғашық етті.
Соңында Пушкин ертегісіндегі кейіпкердей тесік дегенені құшақтап қалған мен ғана. Қазір де мен көп таныс қыздардан жігітім отбасылы дегенді көп естимін. Бірден қолымды бір сілтеймін. Керек емес деп. Олар өздерінше үміті бар. Аузы күйген үрлеп ішеді дегендей, өзім отбасылы еркекке мүлдем жоламаймын. Отбасылы адамға ғашық болу опа бермейтініне көзім жеткен. Жас қыздар менің қателігімді қайталамаса екен деймін. Соқыр сезімге алданып, қалай кәрі қыз болып қалғандарын да білмей қалар. Құрметті менің тыңдармандарым, осы оқиға жайында өз ойларыңызды комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Және де арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше.